Бұл адам 44 жыл бойы мисыз өмір сүрген. Тіпті өзінің миы жоқ екенін білмеген де. Қазір бәрін айтып беремін. Әзірге осы видеоға лүпіл басып, парақшама жазылып қойыңыз. 2007 жылы 44 жасты француз азаматы Матье аяқтары қақсап ауруханаға келген. Сырқатының себебін таппаған дәрігерлер оның бүкіл ағзасын тексеруді шешеді. Алайда бас сүйегін МРТ-мен түсіргенде дәрігерлер кәдімгідей аптырап қалған. Матьенің бас сүйегінде ми жоқ. Мүлдем. Мидың орнында тек сұйықтық болып шықты. Әдетте миы жоқ адамдардың денсаулығында кінәрат болуы керек. Кем дегенде мүгедек болуы тиіс. Ал Матьенің ақыл есі дұрыс. Тек аяқтары қақсап ауыратын болған. Ол отбасылы, 2 баласы бар әке, мемлекеттік қызметте жұмыс жасайды. IQ деңгейі 75 балл. Яғни санасы қалыпты адам. Франция ғалымдары бұл ғажайып оқиғаны 10 жылда зерттегенімен, миы жоқ Матьенің феномені құпиясын аша алмады. Десек те Матье қалыпты өмір сүріп жатыр. Қазір жасы 60-та. 2 жылдан кейін зейнетке шығады екен. Солай.